Ассалаумағалейкум баршаңызға. Сіздер Қазақ такси арнасындасыздар. Арнаның жүргізушісі мен Орынбаев Мерей. Видеоның атауынан көргендеріңіздей, мен жақын арада жаңа кастаправтарға алданып, шамамен 500 000 ақшаға түсіп отырмын қазіргі уақытқа. Ол әлде өсіп жатыр шығыным. Сол үшін сіздермен бөлісейін деп жатырмын. Құдай сақтасын, ешкім басына салмай қойсын бұндай жағдайды, бірақ Құдай сақтанғанды сақтайды. Мен бүгін сіздерге өзімнің жаңағы сол тәжірибеммен бөліспекшімін, және жаңағы енді өз ойымды айтып кетемін, бұндай жағдайға түсіп қалмау үшін не істеу керек деген сияқты. Видео сіздерге пайдалы болады деген ойдамын, және өздеріңіздің ойларыңызды жазып кетуді ұмытпаңыздар. Жаңағы видео ұнаса лайк, ұнамаса дизлайк, комментарийға кіріп пікірлеріңізді жазсаңыздар болады. Егер арна сіздерге ұнайтын болса, пайдалы болса, жаңағы арнаға жазылып, қоңырауды басып қоюды ұмытпаңыздар. Ал біз болсақ кеттік. Менің тұрақты көрермендерім болсаңыздар, жаңағы мен осы 23 жылдың наурызының соңына қарай АВО алғанымды білетін шығарсыздар. Жаңа айтқан болатын, көрсеткен болатынмын. Сол көлікті бір ай айдап та үлгерген жоқпын. Келетті артынан жостко соғады ғой. Мен артынан соққан қаттылығы, мен алдыдағы машинаны қуып жетем та. Твою дивизию. Соққан жігіт, жас жігіт екен, жаңағы көлігіне қараса, арзан емес көлік. Сонымен ол жігіт айтады, давайте мен сіздерге сразу осы жерде есептеп, ақшасын берейін, гаи шақырмай қойық дейді. Все хорошо. Жаңағы менің алды, арты бәрін нелерге кіреміз, кастаправ табамыз, сонымен кіргіземіз, есептейміз. Жаңағы запчастын бәрін айтам. Менің көлігім бұған дейін ұрылмаған етін, маған тек қана оригинал запчастер керек дейміз. Сонымен жаңағы Chevrolet Aveo-ға арты полностью Ravon, Chevrolet Nexian заттар келе береді. Багаж алам, бампер алам деген сияқты. Сонымен примерно мен оған еще түсіндіріп айттым, брат, мен бұл көлікпен жаңағы таксилетем, кредитін төлеймін, нан табам, квартираны төлеймін. Бұл менің наным, сен түсінесің ба деп, все түсінем, болды деді. Сонымен кастаправ айтады, алды арты 300 000 теңге, список жазады, не алу керек екен. Сол списокпен жаңағы колеса кіреміз да, на месте тақ есептейміз да. И в общем, жаңағы примерно 850-ге барады, өйткені жаңа оригинал айтып атқандай, соғылмаған болғаннан кейін, барлығын оригинал алып бер дедім. Болды деді, бәрін оригинал алып берді. Жаңағы есептедік, ақшаны берді, өзім барып алдым ғой енді. Сонда да үстінен 150 000 теңге қосып болды. Міне 2 апта жаңағы саған не қылғаным деп. Сонымен общий 1 миллион береді. Барам, машинаны жөндетем. Кастаправ, как всегда, 2 апта істейм дегенде 4 аптаға созылады. Ол уже шығын болады. Мақұл, бірінші несі кетті да. Просто бірақ кастаправтың жұмысы маған ұнады. Четко жасап берді бәрін. Сонымен бірінші жағдай сондай болды. Қатты шығынға түскен жоқпын. Сонда да Aveo-ның бағасы құлады. Мен оны жаңағы толщина мермен қарап, әбден сөйтіп алғамыз. Пробегі де көп емес. Өзі 2007 жылғы көлік болса да, жаңағы оригинал пробег. Менің алдымда бір Шығыс Қазақстанда 2 хозяйны болған екен, үлкен кісілер жаңа. Одан кейін сол жақтан әкеліп маған сатқан бір кісі бар, сол бір апта. Перекуп десе де болады, бірақ андай да, көліктің состояниясы өзіме вообще ешқандай претензия жоқ етін бұл көлікке. Мақұл жаңа жасап берді, жөндеп берді, әдемілеп жасап берді. Маған ұнады жаңа кастаправтың жұмысы. Содан кейін мен ол кастаправқа айтам, менде Nissan бар еді. Давай Nissan'ды да круговой мен кішкене освежить етейін деп едім деді. Ол айтты, басында шірген жерлерін кесе, андайын мұнда кішкене жұмысы көбірек, давай 400 000 деді. Мен айтам, брат, менде канал бар, если что, мен реклама жасап берем,
егер Nissan'ны жақсылап жасап берсең деп. Все қатырам, бүйтем, сөйтем деді. Сонымен Nissan'ды кіргізгенде тағы 110 мың тастап кетем. Ол уже бір қазір жақынырақ, өйткені жаңа Aveo шыққаннан кейін ақша жинадым. Кішкене өзім айтып отырмын ғой, бір ай тағы машинасы қалып қалдым, Nissan'мен жүрдім. Nissan'мен жаңағы Яндекске кірмей қалды, өтпей қалды. Сонымен Courier, InDrive сондаймен жүрем. Бәрібір қанша дегенмен жаңағы Aveoмен жүрген сияқты табыс таппайсың бұмен. Болады, бірақ шаршайсың да, жаңағы тізем ауырады деген сияқты. Механика, пробка, сонымен көп жүре алмаймын бәрібір мен Nissan'мен. Сонымен Nissan'ды кіргізген кезде Nissan'ға что-то бір нәрсе іздеп жүрдім. Передний бампер іздеп жүрдім ғой деймін. Сонымен жаңағы бақордан ішіне кірген кезде мен сол бақордан ішіне тағы келіп соғады Aveo'мды. Мынау стойканы соғады уже. Сонымен анау кісі, жаңа соққан кісі тоже давай ақшаңды осы жерде қойып берем. Қанша болады? Мен өзім білмеймін, қатты разбираться етпеймін. Мен осы өмірімде екінші рет бұндай ДТП, бір машинаны алып, екінші рет сразу ДТП осындай ДТП-ға түсіп отырмын. Бұған дейін енді қатты серьезный ДТП-ларға түспей, сырып кету, жүріп кету, сондай болған енді, конечно. Жаңа 10 мың, 15 мың, 20 мың теңге бір деталь краскілеп беру деген сияқты заттар ғой. Ал бұндай крупный ДТП-ға түспегенмін. И осы көлікпен екінші рет түсіп отырмын да, и содан кейін жаңағы Кастоправды шақырам, ол айтады, ештеме алмайсың, стойканы выпрямлять етіп берем, екі есігін туралап берем, 250 мың теңге дейді. Анау кісі менің Каспийімді лақтырады, мен сразу, и ол айтады, вот как раз, деп, мен сенімге кіріп кетті ғой. Мен бірінші рет жасаған кезде де келем жаңағы СТО-да 5-6 машинасы тұр, жаңа жасап жатыр, командасы бар екен. Мынамен айналысады, мынамен айналысады. Мынау уже шығайын деп жатқан машина уже дайын. И мен сол машинаны қараймын, вроде әдемілеп жасап қойған, бәрі ұнады. Сол себепке байланысты ғана жаңағы сеніп тапсырып кеттім. И көріп отырсыздар ғой, мен уже жаңағы Aveo'ға ақша бердім, 200 мың теңге, Nissan'ға 110 мың теңге бердім. Олар уже Кастоправтардың бір жаман жері, ақшаны алып алғаннан кейін ол сен көлігіңе уже кішкене мән бермей кетеді, барып, қасында қылқылдап жүру керек екен да. Сонымен не керек? Жаңа 5 күнде шығарып беретін машинаны, екінші рет соққанда ол келіп оценка жасағанда мен 5-ақ күнде шығарып берем деді. Бірақ единственный жаңағы сені ақшаң емес, бере салшы дейді да. Мен айтам, бәрібір в любом случае бірінші 150 берем, потом 50-ді Каспийге жіберем. Жаңа маған уже жұмысты бастап, брат, мынау сенің машинаң, материал алып қойдым, мен стойкасын жасап қойдым, арендадан қысылып жатырмын, үйтіп жатырмын, бүйтіп жатырмын, өліп жатырмын деп. Сонымен мен оған тағы 50 мың теңге салам. В общем, Nissan'ға 110 мың, Aveo'ға 200 мың берем. И уже мен машинеме қарамай кетті анау. 2-3 күн сайын барып тұрам, Ой, брат, анау болып қалды, мынау болып қалды, мынау машинаның хозяйыны сотқа берем деп жатыр, күте тұрш, шыдай тұрш. Мен андаймын да, ақ көңілімді жағдайын айтса, боп, жарайды, мақұл, Nissan'мен жүрмін ғой, пока жүре тұрам деп сөйтіп. Сонымен не керек? Осыдан бір 5-6 күн бұрын вообще связьға шықпай кетеді. Жаңа WhatsAppқа жазам, жауап бермейді. Звондаймын, жауап бермейді, өшірілі. Барсам, ана жерде анау кісі менен бөлек тағы 8-9 машина жинап алған. Оказывается, біраз уақыттан бері сөйтіп жинап келе жатыр екен. Бірінші жаңа Aveo'ны жасаған кезде мен оған 100 мың материалға бердім, 200 мың соңында берем дедім, бұл бермей қойдым как бы да. Бұл жолы, видите, жаңа ақшаны бәрін алдын ала алып алғаннан кейін сондай болды ма? Қысқасы, оказывается, менен бөлек тағы 8 машина лақтырған, машиналар қалған, аккумуляторларын шешіп кеткен. Білмейді жоқ ешкім қайықта екен аккумуляторларын. Елдің бәрінен сөйтіп ақшаны жинап алған, арендаға 2 айға ма, 1 айға ма қарыз болып қалған. Жанымдегі магазинге 170 мың қарыз болып кеткен. Вроде ішпейтін адам, бірақ білмеймін, сондай болды. Сол жерде жаңа 8 машина айтып жатырмын ғой, менікімен 9 машина алып тұр. Сол жігіттердің бәрі де сол таппай жүр, іздеп жүр. Бәрінен сөйтеді екен. Оказывается, жаңағы машинаны қойып кеткеннен кейін, жаңағы міне брат бір нәрсесін бастадым деп видео түсіреді екен да, жібереді екен да, аренда, балам ауырып жатыр, мамам ауырып жатыр, андай, мұндай деп, отказ бере алмайтын сылтауларды айтып, ақшаларын бәрін алып, жоқ болып кеткен ғой,
кыскасы. Сонымен ана жерде жаңағы 5 жігіт болып жиналдық та, барып жаңағы данныйларын беріп, жаңағы перепискінің бәрін беріп, арыз жазып кеттік. Сол жерде жаңағы данныйларын жазып, несін удостоверение данныйларын тауып алды, оның атында ештеме жоқ. Бізге ол ақша қайтып келмейді. Просто арыз жазған себебіміз, біз арыз жазбасақ, ол ертеңгі күні басқа бір жерге барады, тура сөйтіп бір басқа қалаға кетіп қалатын шығар, может. Сол жерде тура сөйтіп СТО-ға арендаға алып, қайтадан машина жинап, қайтадан біреуді алдап кетуі мүмкін. Сол үшін бәріміз бардық та, ақша қайтады деген уже үміт жоқ одан. Өйткені ол ұстаса, ода дым жоқ, одан ештеме аламайды, оны просто отырғызады, болды, басқа ештеме жоқ та. Егер біз арыз жазбасақ, ол ертеңгі күні сөйтіп схемасын жасап, алдап жүре береді адамдар. Сол себепке байланысты сөйттік. Енді көлікті алам, басқа жерге апарам, жағдай түсіндірем. Ол жігіт маған айтады жаңағы, все болды, жағдайын түсіндім, түсінесің ғой, как бы біреудің артынан жасаған қиын. Тем более мынау есікті, оказывается, мынандай қылып шпаклевка жағып тастаған. Ол салмағы ауыр болып кеткен, мысалы ашып жаба бергенден анау нелердің бәрі босап кетеді дейді. Бұл үйтеу қазір мынау АВ, Раон дегендердің есіктері әшейін бір екі темірде тұр, ол еще шпаклевкамен болса, сен 1-2 айдан кейін уже бүйтіп балтац етіп қалады есігін. Тем более мынандай шпаклевка ол қыстың күні жарылып шашырап кетеді деді. Сол үшін есік әкеп бер деді. Еще есік әкеп беремін мен ол кісіге. Сонымен жұмысын тағы төлеймін. Осымен 1,5 ай болды. Машинасыз осы Ниссанмен жүрмін, Яндекспен шықсам мен күніне 20 мың, 15 мың теңге тауып келетін едім үйге. Ниссанмен жүрмін, ары кетсе әрең жаңа 10-15 мың теңгемді шығарыпша. Бұндай жағдай мүмкін біреулерде уже болған шығар. Негізі мен аналитиканы қараймын ғой, жастар көп қарайды да жаңа. Жастардың бәрі, мен өзімде жас болғам, көлікке құмар боласың, бірақ көліктің осындай минустары болады. Соғылады деген сияқты, штрафтары болады, бұзылады деген сияқты, амортизациясы бар, дөңгелек қыстыңғы, жаздыңғы деген сияқты. Сондай жағдайлар көп болады, сол үшін дайын болу керек. И плюс жаңағы біреуге ақша берген кезде всегда жаңағы удостоверениесін суретке түсіріп алыңыздар, қолхатын алып алыңыздар, сенімді жерлерге барыңыздар. Ал жалпы тек қана осы кастоправтарға ғана емес, бір жерде мысалы ағамда алдында жер үйінде жұмысшылары тура сөйтіп жаңағы задаток алып бір күн жұмыс жасап жоқ болып кеткен мысалы да. Негізі бір аптаның жұмысын бір күн жасаған, задаток алған, жоқ болып кеткен. Сол сияқты нелер көпші жағдайлар. Сол үшін всегда бір договоренность қағаз жүзінде жазып алыңыз, удостоверениесін қосына қойып, соның бәрін суретке түсіріп алыңыздар. Вообще негізі жалпы жаңағы көліктеріңіз болса, қазіргі Алматыда сен соқпасаң, сен соғады. Басыңды қатырып, артынан жүгіріп жүрмеу үшін, жаңағы страховка алып алыңыздар, жақсы страховка, каска алып алыңыздар, ұрлап кетсе де, или жаңағы талғылап кетсе де, әртүрлі жағдайлар болады, жаңағыдай соғып кетсе де, касканың бір жақсы жері, сіз просто соларды шақырасыз, олар оценить етеді, сіздің машинаңыз жөндеп алады да, анадан өздері ақшаны алып іздейді, шығарады. Сол үшін жаңағы біз енді таксиде жүрген адам болғаннан кейін көліксіз біз енді қиналып қаламыз. И жаңағыдай жағдайлар көп, кастоправтар да көп, әртүрлі кастоправтар жаңағы 5 күнде шығарам деп айтып жатырмын ғой, көп. Ана жерде 11 ай жүрген жігіттер бар екен, жаңа алданып қалған жігіттердің арасында 11 ай бойы не деген ақ көңіл халықпыз, біз қазақ дегенше. Анау келген сайын бір жағдай айтады, сонымен көлігін кіргізіп қойғанда өзім сияқты деп жүрген жаңағы ақ көңіл жігіт екен. 11 ай машинасын аламай жүр ғой, прикинь, түсінесіздер ме? Сол сияқты, сол үшін жаңағы кішкене каска қымбатырақ болса да, бірақ басты қатырмайсыздар. Плюс ол жерде жаңа оценщикпен келсесіз, айтасыз, мен таксистпін, мен осындай деп көрсетесіз, олар 10-та есептеп беру мүмкінші. И сіз уже басыңыз қатырмай, жаңа кредиттен, мен қазір кредит, анау, короче, қарызға баттым осы бәледің кесірінен. Тем более жаңағы айтып отырмын ғой. Шамамен, общем, 500 000-ға түсіп отырмын ғой 1,5 айдың ішінде. Видео пайдалы болды деген ойдамын. Тағы да бір өтініш, жаңағы лайк, дизлайк, 4 сөзден тұратын комментарий арнаға жазылып қойсаңыздар болады. Келесі видеода жолыққанша аман есен сау болайық.